Кешегі Қажымұқан атамыздың күш атасын танымас спортын бүгінде жаңғыртып жүрген Темір Спатаев және Арман Сүлейменов ұлдарыңыз келіп отыр. Қазір өздерінің керемет өнерлерін көрсетеді. Балуандық өнерді жаңғыртып жүр, батырлық өнерді жаңғыртып жүр. Кеше тәуелсіздіктің 30 жылдығының қарсаңында Темір досымыз 400 келі келетін түйені 30 метрге арқалап көтеріп барып міне елге қуаныш сыйлап отыр. Арман досымыз міне кеше ғана Европаға шығып, былай айтқанда тас көтеруден дейікші, ауыр көтеруден міне 14 күн әлемдік рекорд қойып отыр. Сондықтан осы бір азаматтардың бүгінгі бір шашуын, өнерін қабылдаңыздар кәнекей. Бәрекелді, қол соғайық ағайындар. Әлемнің 20-дан астам елінде болған, Америкада, Парижде өз өнерін көрсеткен Темір ағамыз және Арман ағамыз өнерлерін көрсетеді. Ортаны ашайық, дастарханға жайғасайық, орындарынан тұрып тұрған ешкім қалмасын. Барлығы түгел көрсін кәнекей өнерлерін азаматтарымыздың. Анау Темір ағамыздың қолындағы қалыш бірнеше килограмм. Жаным, мені қазақтың батыры. Бәрекелді. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Bir қолмен. Ей, бәрекелді палуан. Бөлексің, бөлек. Қол соғай қатыры. Ей, бәрекелді. Арман бауырымыз. Сүлейменов Арман. Алдымыздағы Арман тас балуан, қолындағы таға ат ұстайды, ат ер-тоқым ұстайды, ер-тоқым ерлігі ұстайды ағайын. Қош емес! Қазақтың баласы жасағаны міне ақ білектің үшімен, ақ найзаның үшімен осындай біздің Қажымұқан, балуан шолақ, Иман Жүсіп, алпамыс батырларымыз болған үмін жолғаушы. Қошемет тұрып отырайық ағайындар, айғай шу қайда? Жаса! Қастерлі алашымны, қорғаймын барасылы, жаса! намысын қолдан берме, қазақтың баласы. Ай, бәрекелді! Анашым ортаға шықсыңызшы. Анашы ортаға шығыңызшы, бер қаратай. Мынау, жаңа айттым ғой. Таға ат ұстайды, ат ер-тоқым ұстайды деп. Арман бауырымыз өзі сізге әрқашанда ұлдарыңыздың, немере шөберелерінің жолы болсын деп тағадан сізге арнайы сыйлық жасайды. Кезінде Қажымұқан атамыз 52 мемлекетке барған арнайы осылай сыйлаған екен. Арман бауыр өзіңіз беріңіз. Апа, сіздің шаңырағыңызды да көрдік, тағамдарыңызды да көрдік. Алла разы болсын. Қазақ еліне осындай сәке деген азаматта келдіңіз. Алла разы болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мынау енді арнайы Америкадан тапсырылған Даймонд деген таға Қажымұқан атамыз сияқты майыстырып, сізге өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жүрегіңіз осындай темірдей болсын. Ауырмаңыз. Балаларыңызға естелік болып қалсын. Және де сіздердің немере шөберелеріңіз осындай тағаны майыстырып тастайтындай болсын. Аман болыңыз. Жүз жасаңыз. Алла разы болсын, қошеметтеріңіз қайда? Ары қарай кеттік. Келесі өнер. Көріңіздер. Бермен қарап тұрыңыздар, жаңа айтты ғой біздің Арман бауырымыз. Апамның денсаулығы аттай болсын деді. Грелкіні басшы пайдаланбайтындай болсын. Жартыста мұнан ары тәге. Үпіріп жарайын деп атыр. Көріңіздер. Темір палуан. Әлемнің бірнеше елін таңлайын тағылдатқан палуан. Қол соғайық жерде. Ей, не деген дем мынау? Не деген напор мынау? Міне.
Бәрекелді. Арман! Ордаға кірпішті қойып кәдір. 10 кірпішті бір саусағымен, бір қолмен сындыратын тас палуан. Міне, алларыңызда нағыз тас кірпіш. Алларыке көрсет өзіңді! Кеттің! Құрмет көрсетпейміз ба? Оңай дейсіздер ба мұна? Палуан! Үйде қайталамаңыздар. Қайталап айтам. Бәрекелді. Келіншектеріңізбен ұрысып қалғанда үйде қайталап жүрмеңіздер. Қолдарыңыз ауыртып аласыздар. 3 көрпіш кетіп жатыр ма? Мыналар мүлдем жарамай ма не? Көріңіздер. Өшік мүзгім. Жұдырықпен. Ендеген тас бауырсыздар қана қол соқпайсыздар. Оңай деп отырсыздар міне. Баспен ұрайын деп жатыр. Мынау қылыш қанша килограмм? Арман алдымыздағы тас палуан 10 кірпішті ұрып әлем рекордына кірген. Тағы бір қошемет ұрып қойса. Ай батырым міне. Міне 5 кірпішті. Алар әке. Мына музыканы өшірсек, музыканы азайтсақ, бәріміз қошемет десек. Ал, живой көрейге. Жаса! Оп! Міне! Қолдан бермек! Қазақтың баласы! Бәрекелді. Арман, рахмет. Біз енді Шырайлы Шымкентте 4-5 күнден бері мектепте үлкен ауылдарда кездесу жасап, Арман екеміз өнерімізді көрсетіп, бүгін арнайы шақырылумен Самат бауырымызға келдік. Керемет болып жатыр той. Сәке, осы жерге білекті нағыз батыр 10 палуан керек маған. 10 жігіт болса, қылыш көтеретін. Әлемдік рекорд осы жерде жаңартылады. Өткені Сәкеңнің тойында бүгін нағыз әлемдік рекордты қазір көкөзін көреміз. Мен шақырайын. Ажаға келіңіз. Бірінші ажаға, екінші Бекайдар ұстаз. Шығыңыз. Сіз көтересіз. Бір дұғаңызбен көтересіз. Машалла, келіңіз аға. Ой ұлағамыз, үшеу мініп нағыз қазақтың палуандары келе жатыр. Міне нағыз қазақтың палуаны! Қаридың әкесі! Қосоғайықты! Мен Арманды жекпе-жекке шақыруға шықтым. Арман Оспанов қайда? UFC-дің чемпионы. Қазақтың көктігін талай көкте желбіреткен. Арман Оспанов! Бар ма? Неше жігіт болды? Ұят болмасын жігіттер, Шымкентте 10 жігітке жеткіземедік па деп. Жарайды, мен де бармын. Басқаларын шығыңдар жігіттер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жігіт болды. 3 жігіт. Неужели шықпайды арамыздан? Палуан! 8. Жұманазар қайда? Бәріміз Жұманазар шақырайық. Жұманазар! Қанат Исламов! Әлем чемпионы, келіңіз, қайдасыз? Қазақтың көктуын талай желбіреткен Қанат Исламов. Таңат ағамыз келе жатыр жамағаттың арасынан. Таңат! Мына жерде біраз роялға барып жүрген жігіттер бар ғой, шықсаңдаршы. Бәрі роялға барады, наш қойғандар. Осы бейді бадасы. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қанат Ислам келе жатыр ма? Қол соғайық. Сапар! Тараздан келген Сапар қайда? Сапар палуан келе жатыр.
Тараздың палуаны Қанат Исламов. Не деген той болды мынау, машалла. Экспо бүйді өтпеген шығар. Экспо негіз Саматаға мемдастыру керек еді. Қанат бауырымыз, бұл Қанат батыр бауырымыз қылыш көтермесе де қазақтың туын әлемге көтерген бір қошемет ұрайық Қанат Исламға. Қареке, сіз бері қарай келіңіз. Қареке, Қанат бауырым ортаға. Бұл жерде Қанат шешуші, қылыш көтермейді. Кім таза көтерді, кім нағыз жауынгер, кім батыр екенін Қарекең айтады. Келістік па? Ай бәрекелді, олай болса, мен қазір қылышты қалай көтеру керек екен көрсетем. Негізі Қазақстанның рекорды 45 секунд. Егер 45 секунд көтерген адам, алдыңызда міне тұр ғой, айфонның түрі тағыланғанын алады. Келістік па? 45-ақ па не? Бегейдараға 45-ақ екен. Келіңіз, бірінші балуан. Бірінші балуан, әжеке. Әжеке шықсаңыз. Қазір, көрбаңыз, қалай көтеретін. Ойбаңай, мұна олға ұстайсың. Түгі жоқ, өне? Әжеға көріп ал, әжеке. Секундомер бар ма? Аш. Бәрекелді. Жігіттер енді көбі Инстаграмнан, әлеуметтік жүйеден көріп жүр ғой. Көп тойларда осындай батырлар шығып, өзінің өнерін көрсетеді. Айтып қойын, бұлай көтерген есептелмейді, Қареке. Бұлай көтерген. Біздің Қабанбай атамыз бұлай көтергенде бірде-бір жау алдынан жоламаған. Міне, Қабанбай атамыз бұлай көтерген. Бұлай көтеруге болмайды, шешіп алайық. Келістік па бауырым? Ал олай болса, есептейік. Секундомер кәні? Берсең секундомер кәні? Әкеңіз, ашыңыз. Доқтай тұр. Дайынбыз ба? 1, 2, 3. Қабанбай батыр бабамыз бұлай көтермеген. Көрген мен өзім. Кән? Мені Қабанбайдың ұрпағы. Көреміз қазір. Міне, тәкең ше, міне. Міне, астынан ұстайсың. Баңай, міне, білесің. Секунда мен сап тұр. Осылай көтересің. Аяғыңды иықтен кейінде ұста, кән? Астынан ұста, бас жару. iPhone 350 мың көп, 500 мыңға өйімделіп атпайды. Палуан! Қоса қойықты! Ойбай. Ертең Дубайға кетейін деп отқанды лайын. 12 секунд. Болады, жақсы, жаман емес. Палуан. Мына кісі шілей тәке, бойы ұзын екенде сәл отырып көтерсе бола ма? Ал тәке, астынан ұстайсыз, астынан жеңіл. Бұлайрақ тұрайық, 1. Аш, білекті аш. Палуан, қоса қойықта. Саматаға. 1 минутқа кеп кетсең, Саматаға. Он секунд, жігіттер, 10 секунд. Бұлай нақыл қылмайды, ашып тұрып. Айқайлағандар шықсын, айқайлаған шықсын. Айқайламай қолай, айқайламай, жеке оңай емес. Көріңдер, давай, кеттік ал, бісмілі. Артырыңыз. Қолдай қодан да, дұрыс айтады. Сәке, Саматаға. Анандай оқытауды бит жүрген жақты болдыңыз ғой. Ойбай, бекедер қылай тұрыш. Оны айынлайын ау. 1, 2. Бәрекелді, келесі балуан ортаға келеміз.
Кел, кел. О! Бисмилlah. Қолдаймыз ба? Ал кеттік. Қол созамыз. Бисмилlah. Есепте. Есепте қостың ба? Қос. Тамаша. Ей, уайымдамасай сен, шаш жоқ қойып тайып кетеді қойып тұр. 7 секунд. Ошым ғой. Жақсы. Сәкең айтып еді, мықты көкпаршылар келеді деп. Кәні көкпаршы. Кел. Бегайдар сазға соңында шығады. Дайынбыз ғой. Негізі жақсы болып жатыр жігіттер. Көп тойда бұлай көтере алмайды. Жігіттер мықты. Керісінше сіздердің қолдауларыңыз қатты қажет. Айға шу! Ал кеттік. Сос. Берік інісі келсеңіз, Саматаған қасына. Бисмилlah, молодец, көкпар шауып жүрген жігіт. Мен көргем көкпарда талай. Көр тағым, қол соғайықта. Ей, молодец. Мұнаны қол тіпкізу ғой. Міне еркек. 16, 17, 18. Молодец, міне палуаны. 18. Красавчик, 18. Темірді көз таңғаладыр. Молодец, машалла. Қазірше 18 бар. Красавчик, 18 бар. Қарайын, неше түрлі мықтылар келеді міне. Әлі қуанбаңдар, Бегайдар аға бар. Иә. Ай, бәрекелді. Атыңыз кім? Көкпар ма? Вандам дей салады. Қандай спорт? Темір көтереміз бірақ. Темір көтерем дейді. Қылышта көтереді. Қол созамыз. Кеттік. Бисмилlah. Темір болғанда вилка ғой, вилка. Бәрі темір ғой, бәрі. Бисмилlah. Ой, deyau! Ойла, сынық жіздеп жүрмейік. Басқа бірдеге көтер. Қайтпаста сынықшы бар, Тоқта, бауырым. Бисмилlah. Ата шақырсам бола ма? Ата кел, әшейін. Ең соңынан. Жоқ. Мен бұлай көріп тұрмын да. Ата күш атасын танымас деген білесіз ғой. Атамыз екі қолмен көрсетсінші, екі қолмен. Жай ұстап көреміз ба? Аяқ бәрін қосында атам. Бұлай, жігіттерге қалай көтеру керек? Мен не нәрсеге арқа сүйеп шықты дейсіңдер ғой. Иә. 65 жасымда 120 кило келетін жеңгеңді көтерткем да. Ей! Қайсысын көтерді аласың? Кімнің қолынан келеді? 65-ке келесің ба, келмейсің ба? Оны Құдай біледі. Битекші, ақсақал, мына ұстаңыз. 75 жаста тағы бір көтерсін деп, қылышты да көтерткізейік, және мына екі темірден атамыздың рухы, күші және отбасы мықты, осы барша қауым темірдей мықты болсын деп, осы сізге құрметпен байлап берсем. Қошемет ба? Екі рет қошемет! Кеттік. Міне, нағыз 200-лік шеге. Палуан. Міне, 200-лік шеге, пашти қазық. Машалла. Қол соғайықта мұнау, не деген күш мұнау? Ей! Палуан! Кәні? Міне шын. Көрдіңіздер ма? 200-лік шеге. Қажымұхан атамыз үйс базарға барды. Сөйтіп бір апамыздан алуымыз қанша деп майыстырса, апамыз алмайтын болсаң, неменеге майыстырасың деп түзіліп қойыпты. Сол айтпақшы Бегайдар көке, мұнан шешіңізші десең. Атамыз қазақтың батыры мықты бол, аға. Осындай темірдей мықты болсын. Атамыздан бір баталайға, батырларға. Амин. Amin. Ya Allah жаратушы жалғыз егем. Жүрегім қуанышқа толып тұр. Осындай қазақтың батырларын көріп, мемлекеттің болашағы Құда қаласа жарқын. Мінекей, айналайын өмірлеріңе, балашаға, отбасыларыңа, білім, уақыт, дүние малдарыңа, кәсіптеріңе берекет берсін. Тіл көзден аман болыңдар. Дендерің сау, жолдарың ашық болсын. Құда қаласа немере шөбіре шөксек сүйген еліміздің болашақ қажымаханы болып өсіп өркендей беріңдер шырағым. Екі дүниенің бақытына жетіңдер. Енді ұят болса да айтайын жігіттер. Тұқымын алып қалатын жігіттер екен енді бұлары. Осы Шымкенттің бір-екі қыздарын некелеп өзім имаммын. Құда қаласа қосып
Bunday жігіттердің тұқымын алып қалу керек. Алла Тағала дайым жолын ашып болсын. Енді мынау мен жасым жетіп келгенде мына Абдысамат баламды жақсы көрем, сүйем. Соның тойы қызық болсын деп осы жерге шығып тұрмын мен. Той қаласын. Аллаху акбар. Жалғастырамыз, асықпаңыз. Енді бұл атам қылышты көтермесе де, сол қылышты көтеретін ұлды туғызайын деп отыр. Қол соғыңыздар, 65 жасында нағыз чемпион Самат ағамыздың атынан Бегайдар ұстазға жаңағы лотерея деген бір сотканы берсек, рұқсат па? Бәріміз келсеміз ба? Гаухар жеңше әкел айфонды. Бегайдар ұстазға айфонды әкел. Гаухар жеңше, осы жерде ашылыңызшы. Bir keng bildiniz көрсетіңізші жеңше. Бағдат әкел. Бағдат. Машалла. Бәрекелді, Құдай қаласа. Міне, сәке өзіңіз ұсыныңыз. Міне шиқолы мынау несі бәрі. Бетіндегі стеклосы. Қол соғайық, iPhone 15 Pro Max. Машалла. Егерде, ресми бауырым, сөз мына қылышты 45 секунд көтеретіндерге iPhone 15 алады. Дайын ба? Кеттік. Кел. Келесі палван. Бареге Балшой братам келді. Балшой аға келді, Балшой аға. Так. Аға, есіміңіз білем бірақ. Есіміңіз. Аймахан палван. Жетісайдың палваны. Біздің Самат ағамызбен тай қолындай тебіз өскен. Аймахан палван. Сол қол ма не? Оң қол ма? Түбінен ұстаңыз, түбінен. Соз. Жоқ, алдыға созам. Міне, бұлай фиксация бол керек. Соз. Жаңа кім сияқты ғой? Ой, Есепте. Молодец. Жетісай, міне. Тамаша. Мырза шөлдің жігіті. Мырза жігіт. Қоса қойықта Жетісай қайда? Жетісай! Палуан. Әне. Көтер. Палуан. Міне. Нешеу? 23. Красавчик. Жетісай. Жетісай алдыда. Жетісайдың батырлары алдыда кәдімше. Әлі бар. Бәрекелді. Қара сайырса болатын болды ғой. Ескі арада Жетісай. Тараздың палуаны. Мына палуан танитындарың бар ма? Қазақ батыры. Қошеметтерің қайда? Бағдат. Шардара, ММА'дің чемпионы. Шардара қайда? Палуан. Такеселардың байқаңыз. Иә. Шардара! Қосы қойықта Шардара бар ма? Нұрбол Пайызып. Шардара қой мынау. Палуан. Қозғалмай деген малавес. Міне нағыз пал. Аш әлде де аш. Аш. 10. Бірінші орында Жетісай, екінші орында Чимкент, үшінші орында Шардара. Так, бауырым, қандай спорт байнасыз? Шахмат. Терапия. Ал, терапияларды көрейік. Терапия. Ал, үш атасын танымас. Дайымыз ғой. Соз, бірақ, биттен есептемеймін. Бұлай істесен есептемеймін. Битет. Басқа түсет деп қорқпа, братан. Ары қарай байқаңыз. 25 килограммды қылыш мынау. Міне Қабанбайдың ұрпақтары осылай. Қанжау? 28. Машалла. Бірінен бір асып атыр. Терапияның өзі әше, бұл терапия. Географиялар бар ма десін кеңіз? География, есім? Сапар ағамыз, Тараздан ба? Тараз. Ал, көріңіздер. Ал, созамыз. Қаттырақ.
ойбай Жаңа айттым ғой. Жамбыл деп айтты. ер жігіт Тамаша. машалла Тамаша. көтер я құршы Жақсы. мен жүргізбеймін Жақсы. өз еркіммен бас тартамын дедің Бұл жігітте де есептейік. 10 секунд бар. Былай үстірсе де негізі былай көтеру керек. иә қанша секунд есептеледі 10 секунд. 10 ақ Келесі балуан. асеке асыл Мына айфондар сізге қарап тұр. большой братан болды ма әбу төрткүлдің жігіті қол соғайық Түркістан облысы әбу палуан бисмилля Есепте. почти 3 Асылбек Бизов Рахмет. Асылбек Бизов қайда ойнамасаңдаршы Мына батырға көтерткіземіз ба? көрейік өлгенде көрген бір төбелес Көтер дегендерің айғашу беріңдерші. дайындап келген сияқты Ардақтағылар айғашу қайда? Ал, есепте екен. Қолды бірақ бұлай созамыз. иә Міне, қошемет, музыка. бисмилля Кетті. Көтер. Жетті, сегіз, қошемет. Көтер. көтер кішкене шыда қанша 25. 30-ға кім жетеді жаңа Тамаша. 28 бар ғой. арекен қатысады ареке қатысамыз ба келіңіз шықтыңыз ғой шыққаннан кейін көтеру керек или шықпау керек жоқ Так, жүлдегерлерді ортаға шақырамыз. Жүлдегер қайда? жүлдегер Бекайдар ұстаз бас жүлде Бірінші, екінші, үшінші орын. Сәке, қанат бауырымыз ортаға. қанеке келіңіз Ақсақал. өзіңіз ақтығын айтыңыз терапия деді Шымкент түлкібас арғы бетке тұрыңыз 18, 23, 28. бәрекелді Қанат бауырым келді. 25 кәні жоқ 10 деді ғой оны Ибрагим 25 Ибеке кел келсеңші Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жаңа ақсақал шықты ғой. Ақсақал шыққаннан кейін мен жаңа шынымды айтайын, осы ақсақалды қолдау үшін шықтым жаңа. Жаңа тәкең айтқан 45 секундты Қазақстанда мен қойғам Қарағандыда. Енді мен жеңісімді жаңа сол жігіттерге сыйлаймын. міне мәртті құрметті ағайындар жомарттығын көрсетіп жатыр алла разы болсын енді бірінші орын иә бірінші орын қазақтың қабанбайы темір қайсысы міне бірінші орын берікшеттік терапиядан кеп тұрған есіміңіз Вагиф сыйлықтар бағдат әперіп жігіттер әперіп үш-төртеулеп сол батырлар көтере алатындай о үш батырымызға арнайы мынау машиналарыңыз бар ғой күліш как раз темір көтеріп темір алып жатсыздар құдай қаласа иә қалған батырларға ынталандыру сыйлығы бере берсей ынталандыру сыйлығы қатыстыңыз ба қатысқан палуандарға Ибрагим Ибеке мынаны
тойдан тобықтай, кішкентай деп нағымаңыз. Бұл осындай той жұғысты болсын деген мақсатта беріп жатырмыз сізге. Мінекейіңіз. Ибеке. Кәні көтерген жігіт. Машалла. Баранауэ дегенде ұқсайды кесі. Баранауэ. Иә. Иә, бердік қой енді. Тоқтайдыңыз, дұрыстауын берейік. Бағдат, әперші. Бағдат, кеңге жайшы қолыңды. Әкел. Бүкіл батырлар, қатысқан батырларға берейік. Оңай емес ол. Оңай емес. Оңай. Суретке түсейік. Көтергендер, өзіміз көтергендер, бір суретке түсейікші. Нартаяға көтердіңіз ба? Бегайдар ағамның қалшын астап тұрайшы. Жұғысты болсын. Осындай бас жүлделік. Ажеке, қылш жауып қалыңыз, ажеке. Қылш жауып қалыңыз. Бегайда қаран қылшын. Ассалаумалейкум, қазақ елі той құтты болсын. Ата-анасын құрметтейтіндер қол соғып отырайық. Осындай той жұғысты болсын. Мына жарық қаламға әкелген адам, сақтап талай өсірген қатерден аман. Биіктерге самғатып көтерген адам, қос қанатым секілді әкем мен анам. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Ей, бәрекелді қосайын. Кеп көрсетейік елге. Қазақ елі қосып отырайық. Әлдейіндей жоқ әуен, тәттай бір неге, тәрбиеңнен сіңірген, таппаймын қате. Ақ сүтіңді аялы, ақтаймын ана, ақылыңды жанымда сақтаймын әке. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Той иелерін құттықтап қойсаңыздар болады, қол соғып. Әлі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, Анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Менің әкем жақсы адам, анашымның тірегі, анамдай жоқ басқа жан, жаниямның жүрегі. Ой, рахмет. Ой, тамаша. Тамаша талант иесі Шаншар театрының актері, жекеде жұмысын жалғастырып жүрген қазақтың жоталы жігіті Дәурен